Ана одноразка деген пәлекет чекпеңдер. Mana жастар отыр ғой араларымызда. Өткенде біз соны дәрісте айттық. Оны мен айттым. Және қайталап айтамын. Мынау әлемдегі ең улы газдың екінші орындағы газды құяды екен аның ішіне. Сол газды білдірмеу үшін ана фрукттың әдемі иістерін қосып жасап қойғанда, ананы тартқан кезде дейді, әдемі дәм шығып тұрады аузыңда дейді. Ана газды білдірмеу үшін ғой оның бәрі. Ол қандай газ десеңіздер, ана резиналар бар ғой. Резиналарды ерту үшін жасалынатын өте улы газ анау. Оны әдейі одноразка деп тұрғаны 1,5 мың мәрте тартатыға расчет екен. 1,5 мың мәртеден кейін өзіңде бір жерің кетеді сен, точно. Ең бірінші кететін ауызың қуыстар кетеді екен, ше. Өкпе кетеді екен, көз кетеді екен. Одан кейін бар бауыр кетеді екен. Сөйтіп ол балалар ішінен шіріп, рак болып жатыр балалар. Жап-жас балалар. Жап-жас балаларға қандай рак ол? Ол не нәрсе ол? Жап-жас балалар ракпен ауырып жатыр. Неге рак деген соң ішіндегі құрылыстар шіреп жатыр. Соны әке-шешесі бейшара оған емге ақша жинап жатыр қазір. Балам Түркияға жіберім керекпін дейді. Бала ракпен ауырып жатыр. Оны олай жаңағыдай пәлекетті шегіп жүрген мүмкін біледі, мүмкін білмейді. Сол үшін жаңағыдай денсаулыққа қатысты кітапты алып оқыңыздар. Сөре түсінесіңдер не істеу керек екен денсаулықты ше.